Мен мемлекеттік қызметте 25 жылдан жұмыс істеп келе жатырмын. Оның ішінде салық саясаты саласында 20 жылдан астам уақыт. Осы мерзім ішінде 2007 жылы, 2017 жылы және 2025 жылы жазылған салық кодексінің жобаларын әзірлеуге қатыстым. Салық саясаты елдің экономикасын дамытудың бір бөлігі. Сондықтан да бұл салық саясаты заман талабына сай, экономикалық даму үрдісіне қарай жаңартуды, жетілдіруді талап етеді. Салық саясаты тек қана заң және цифр ғана емес, ол үлкен жауапкершілікті талап етеді. Сондықтан да мен өзімнің қызметіме жауапкершілікпен қараймын.